Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рамазан айы кешірім айы. Осы айда біздер шынайы, шын жүректен Аллаға тәубе етіп, күнәларымызға кешірім сұрап, жалбарынып, Аллаға құлшылық жасап, жүрегімізді тазартуымыз керек. Себебі адам баласының ең маңызды денедегі ағзасы бұл жүрегі. Міне біздер осы қасиетті Рамазан айында әсіресе сол жүрегімізді тазартуға ұмтылуымыз керек. Өйткені бұл үлкен бір мүмкіндік, үлкен бір мүмкіншілік. Осы қасиетті Рамазан айында жүрегімізді тазартуға белгілі бір жаттығу жасау. Себебі мұсылман адам өзінің жүрегінде бір ашуды, бір жек көрушілікті, өзінің басқа бір мұсылман адамға ашу, жек көрушілікпен, қастандықпен өмір сүрмеу керек. Ондай сезімдерді жүректе тасымау керек. Тіпті бір адам біздерді ренжіткен болса да, бізге зиян келтірген болса да, біз оған қарсы жүрегімізде ашуымызды немесе кектік бір сезімді сақтамауымыз керек. Бұл мұсылмандыққа жатпайды. Бұндай адамды араб тілінде, арабшада әл-мушахин деп айтады. Әл-мушахин деген сөз, ол жүректе сондай бір ашулы, кек сақтайтын адамға айтылады. Ол әрине бізге өте зиянды бір сезім. Бұндай сезімдер, бұндай ашу, кектік сезімдер жүректі қарайтады, жүректі ауру қылады. Ал енді біздер жүректі қорғауымыз керек. Өйткені жүрек біздер үшін ең маңызды. Енді бір адам бізді ренжітетін болса, бір адам бізге зиян келтіретін болса, біз сонда не жасауымыз керек? Оған жамандықты ойламауымыз керек. Оған Алладан жақсылықты тілеуіміз керек те, жүректі шама келгенше тазартуымыз керек. Қалай болмақ бұл? Мысал үшін бір адамның өзінің табиғатында үсті лас болатын болса, кір болатын болса, жататын төсегі лас, кір болатын болса, адамның ондай төсекке жатуы да мүмкін емес, жата алмайды да, жатқысы да келмейді. Тура сол сияқты біздер өзіміздің рухымызға, жанымызға, жүрегімізге тереңнен ой салатын болсақ, біздің жүрегімізде ашу сияқты, кектік сияқты, қастандық сияқты, ренжіс сияқты сезімдер пайда болатын болса, біз ондай жүрекпенен өзімізге ұйқыға жатуға рұқсат бермеуіміз керек. Ал енді бір адамның жүрегінде жек көрушіліктің қасында қастандық, көре алмаушылық, қызғаныш деген сияқты сезімдер пайда болған болса, демек ол жүрек ауру, ол жүректі емдеу керек. Ол болымсыз, жаман сол сезімдерден, нәпсани сезімдерден құтылу керек. Болмаса, бұл ауру адамды өте үлкен опатқа, өте үлкен бір қасіретке апарады. Кей кезде адамдардың қарым-қатынастарында, мысал үшін біреу саған бір қатты жамандық, бір зиян келтірген болса, оған сенің ашуың соншалықты, ол адамды көргің келмейді. Бұл да негізі қауіпті бір жағдай. Өйткені бұндай жағдайда жүректің біразға дейін белгілі мөлшерге жетіп, қатты кірленгеннің белгісі болып табылады бұл. Өйткені жүректе адам жамандықты сақтамау керек қой. Жүрек деген Алла тағалаға иманымызды сақтап, Алла тағалаға махаббатымызды сақтайтын қасиетті, сондай бір қасиетті ерекше бір жер. Сондықтан бір адамға қастандық ойлап, бір адамға ашумен қарап, өзіміз хақымыз бар болса да ол адамда, бірақ оған бәрі бір шамамыз келгенше жүрегімізді таза ұстауымыз керек. Енді бұл жүрек қалай тазарылады? Жүректің тазарылу жолы қандай? Біріншіден әрине баршамызға белгілі, Алла тағалаға көптеген құлшылық жасап, Алланы еске алып, көп зікір етіп, Алланы көп мадақтап, Құран оқуменен, белгілі дұғаларды, зікірлерді оқуменен адам баласының жүрегі тазарылады. Бірақ осының қасында тағы бір өте маңызды бір жағдай бар. Бұл да біздерді ренжіткен, біздерге зиян келтірген мұсылман адамға, мұсылман туысымызға біздер Алладан хидаят тілеп, Алладан тура жол тілеп, жақсылық тілеп, дұға жасауымыз керек. Бұл оңай нәрсе ме? Әрине оңай нәрсе емес. Бірақ мұсылманның жасайтын
жақсылыққа, екі дүниенің бақытына бөлену үшін жасайтын амалы осы. Енді бұл жерде бір адам зиянға ұшырады. Мысалы үшін сізге біреу қастандық жасап, зиян келтірді. Сіз өзіңіз жаңа зиян шеккеніңізге байланысты, сізге жасалған зиянға, жамандыққа байланысты Алладан ол адамға, өзіңіздің мұсылман бауырыңызға жазасын да тілеуіңізге болады. Бұл да сіздің құл хақыңыз, сіздің құқығыңыз. Дегенмен жүрегіңізде аз болса да ашу сақтап қалсаңыз, ренжісті сақтап қалсаңыз, бұндай жағдайда сіз сол ашуменен, сол ренжіспен дұға жасаған бетте, Алладан сұраған бетте, Алла тағала да сіздің сұрағаныңызды береді. Ихтимал сіздің зиян шеккеніңізден артығымен да жазасын беріп қалуы мүмкін. Сол үшін біз барлығымыз білеміз ғой, жақсы. Біреулерді қатты ренжітіп қойсаң, жаңа қарғыс деген әуелі өзі адамның өзіне емес, ұрпағына да дейін тиетін жағдайлар болады. Бұл өте бір дұға деген мазлумның дұғасы сондай бір ең тез қабыл болатын дұғалардың бірі ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтқанындай. Сондықтан сол ашу мен ренжіспен дұға жасаған бетте Алла тағала егер де ол сіздің дұғаңызды қабыл етіп, сіздің ниетіңізге, сіздің қалауыңызға, сіздің тілегеніңізге байланысты сіздің дұғаңызды қабыл етіп адамға жазасын беретін болса, онда оның сізге жасаған зиянынан артығымен жазасын беру мүмкін. Бұндай жағдайда сіз өзіңіз де қиын жағдайға ұшырайсыз. Неге? Қиямет күні келгенде ол сіз оған жаңағы Алладан жазасын сұраған мұсылман бауырыңыз, ол да өзінің зиян келтіргеннен артық жаза алып қоятын болса, ол уақытта ол өзінің хақын және де Алланың алдында сізден сұрайтын болады. Сонда сіз өзіңіздің сол кекті артығымен өзіңіздің хақыңызды сұрағанмен сол мөлшерде сауаптарыңыздан, хасанаттарыңыздан айырылатын боласыз. Міне осы жерде ашудың, сол сияқты ренжістің қаншалықты зиян екенін, қаншалықты қорқынышты бір лас екенін, ауру екенін біз көріп отырмыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әл-ғадабу минеш шайтан, ашу деген шайтаннан, немесе көп деген сахабаларға хадистарда ең жақсы амал қандай деп сұралған бетте ля тағдаб, ля тағдаб, ля тағдаб, ашуланба, ашуланба деп хадиста өте көп ескерту салатын болатын. Демек бұл жерде ашу деген шайтанның және де бір тәсілі болып, шайтанның бір қаруы болып бізді күнәға баттырады. Неге? Өйткені қиямет күні біз бір өзіміздің мұсылман бауырымызға зиян келтірген болғандықтан қиямет күні бізді осыған жауапқа тартыламыз, жауап беретін боламыз. Ал енді сіз жүрегіңіздегі ашуыңызды жеңген болсаңыз, женетін болсаңыз, ол адамға сізге зиян келтірген болса да, ол адамға дұға жасап, Алладан тура жол хидаят тілейтін болсаңыз, ол уақытта не болады? Ол уақытта сіз біріншіден жүрегіңізді тазартқан боласыз. Жүректегі лас кірден құтылған боласыз. Соған байланысты жүрегіңізді таза ұстағаннан кейін ол жүректегі иманның сақталатын жері, тақуалықтың дамитын жері, сондықтан таза болып тұру керек. Өзіңізге өте үлкен пайда тапқан боласыз. Екіншіден, ол адамға тура жол тілегеннен кейін Алла тағала оған хидаят тура жолды нәсіп қылатын болса, сіздің дұғаңызды қабыл ететін болса, ол уақытта сіз және де үлкен сауапқа нәйлі боласыз. Неге? Өйткені басқа адамдарды оның зұлымдығынан, оның жамандылығынан, оның зиянынан құтқарған боласыз. Сондықтан сіз үлкен жан-жақты үлкен жұмысты, үлкен бір сауапты істі атқарған боласыз. Неге? Осының барлығы бір ғана өзіміздің нәпсімізді, пендешілігімізді жеңіп, ашу сезімдерімізді басып, Алла тағаланың рахметіне сыйынып, сүйеніп, сөйтіп барып бір Алланың разылығы үшін мұсылман бауырым ғой деп оған дұға жасауменен нәтижеде осында үлкен ұлы жетістіктер қол жеткізілген болады. Себебі мұндай өзінің сүйікті құлына Алла тағала разы болып, Алла тағала сізге нәтижеде бұл дүниеде де, ақиретте де екі дүниенің бақытын, жақсылығын нәсіп қылатын болады иншалла. Сондықтан мұсылман адам өзінің бір мұсылман бауырына жүрегінде ешқандай болымсыз сезім тасымау керек. Ренжіс, ашу деген сезімдер тасымау керек. Тіпті өзі мазлум болса да,
зұлымдыққа ұшыраған болса да, ондай сезімдерден арылу керек, құтылу керек. Сонда мұсылман не жасау керек? Мұсылман сол өзінің бауырына, мұсылманға дұға жасау керек, Алладан жақсылық тілеп, Алладан тура жолды тілеу керек. Міне осылайша біз жүрегімізді қорғап, қоршап, осындай ниетпен өзіміздің мұсылман бауырларымызға, басқа мұсылмандарға қарайтын болсақ, ол уақытта біздер үлкен-үлкен жетістіктерге жетеміз. Біздің жүрегіміздің қалай тазарылып, қалайша иман нұрына толып, Аллаға деген махаббатқа қалай толып тасығанын біз сезінеміз. Осылайша Алла тағала біздерге екі дүниенің жақсылығын, бақытын нәсіп қылады. Міне осы тақуалыққа ұмтылу деген осыған айтады. Жүрегімізді тазартып, мұсылман бауырымызға ешқандай кек, ешқандай ашу, ешқандай болымсыз сезімдерді жүрегімізде тасымау керек, оған жол бермеу керек, оған орын бермеу керек. Міне егерде біз осындай әдісті қолданып, жүрегімізді таза ұстауға, қорғап қоршауға әрекет жасайтын болсақ, болымсыз сезімдерден тазартатын болсақ, онда біз бақытты адам боламыз. Бұл дүниеде біз барлық адамдарға жақсылық тілеумен өзіміздің айналамыздағы адамдарға байланысты біздің жүрегімізде ешқандай болымсыз, ешқандай негативтік сезім болмайды деген сөз. Онда біз өте бақытты өмір сүреміз. Бірақ енді әрине бұл дұға шынайы, шын жүректен болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам «Ла ю'мину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафси» деген сияқты өзімізге қалағанымыздай, сол өзімізге зиян келтірген болса да, бізге жамандық жасаған болса да, бірақ та сол өзіміздің пендешілігімізді жеңіп, жүректің қасиеттілігін, жүректің маңыздылығын, оның қандай біздер үшін қымбатты екенін еске ала отырып, біз сол жақсы шын жүректен, шын ниетпен дұғамызды жасайтын болсақ, ол уақытта біз жүрегімізді тазартқан боламыз, үлкен-үлкен сауаптарға, жақсылықтарға, хасанаттарға нәйіл болатын боламыз, иншалла. Ал енді бұл жердегі ең үлкен, ең асыл хикмет, біз бір мұсылман бауырымызға дұға жасап, шын жүректен, шын ихласпен Алладан жақсылық тілейтін болсақ, екіншіден білуіміз керек. Адам баласының барлығы қателеседі. Біз де қателесеміз, басқа адамдар да қателеседі. Сондықтан мұсылман болғаннан кейін біздерді бір дініміз, Алла тағаланың жолы біздерді бірлесіп бауыр қылғаннан кейін, бұл жолда Алланың разылығы үшін қандай да бір зиян, қандай да бір қиындық, қандай да бір арамызда наразылық, түсінбеушілік пайда болса да, түбінде бір Алланың разылығы үшін бір-бірімізді кешіре білуіміз керек. Бұл өте маңызды бір нәрсе. Бұл жерде әрине бір сұрақ туылуы мүмкін. Мен бұны неге жасаймын? Маған адам зұлымдық жасады, маған зиян жасады. Мен соншалықты неге осындай әрекет жасауым керек? Бұның жауабы да себебі сенің жүрегің сен үшін Алланың берген ең қымбатты зат болып табылады. Сенің денеңде ең қымбатты, ең қасиетті ағза болып табылады. Себебі ол жерде сен Алла тағалаға иманыңды сақтайсың, Алла тағалаға махаббатыңды сақтайсың, жүрегіңмен Аллаға иман етесің. Сонымен бірге тақуалықтың барлығы сол жүректе жиналатын болады. Яғни жүрек біздер үшін сондай маңызды, адам баласының өмірінің негізгі себебі. Сондықтан біздер жүректі кірлетуімізге ешқандай хақымыз жоқ. Ол жүректі бізге Алладан берілген аманат. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жүректің тақуа орны екенін, тақуалықтың жері екенін бізге хадистерде айтып бермеді ме? Ат-тақуа ха-хуна дейді пайғамбарымыз жүрекке көрсетіп, тақуалық жүректе болады. Басқа бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам «Аля ва инна фил жасади ла мудғатун, иза салахат, салахал жасаду куллуху, ва иза фасадат, фасадал жасаду кулл, аля ва хиел қалб». Жүрек деген сондай бір маңызды бір ағза, денеде дейді бір сондай бір ерік паршасы немесе бір ағза бар. Ол егерде сау болатын болса, онда дененің барлығы сау болады. Егерде бұзылған болса, онда дененің барлығы бұзылатын болады. Ол не? Ол жүрегіміз. Қиямет күні
Алла тағала мал мүліктің, бала шағаның, еш нәрсенің пайда бермейтін сондай бір қиын қиямет күні тек қана сау болған, сәлим болған жүректі адамдар ғана Алланың рахметіне бөленетін болады. Құранда Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Яума ла янфау малун ва ла банун илля ман аталлаха биқалбин салим. Сол қалбин салим деген осы аяттағы салим жүрек, сау жүрек, осы сау жүрек деген осы мағына. Біз жүрегімізді сау сақтауымыз үшін, жүрегімізді ауыртпауымыз үшін, жүрегімізді таза ұстауымыз үшін біздер әрқашанда осындай болымсыз сезімдерден, болымсыз сифаттардан арылуымыз керек, тазарылуымыз керек, тақуалыққа ұмтылуымыз керек. Алла тағала баршамызға тақуалықты, шынайы Алладан қорқып, шынайы Алланың құлы болуларымызға баршамызға нәсіп етсін. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.